Мынауың күшті ғой. Қайырлы күн, көмек керек бе? Иә, мен мынаны қайтарам. Гров жаңа жылды қалай ұрлады? Бұл кино ғажап, сүйікті бөліміңіз қандай? Білмеймін, мүмкін тонайтын жер шығар. Мен де сол бөлімді атам. Тентек қой. Сіз көрдіңіз бе Неро мен Санта дегенді? Слип хард, жақсы экшн кино. Епидиdo да Сотқар мырза. Иә, қызық екен. Тағы не бар? Бұл тамаша өмір ше. Оны көрген кезде әрқашан жылаймын. Жаңа жыл алдындағы тәтті түс? Мен. Green Monsters. Yes. Осылардың бірін алғыңыз келмей ме? Жоқ, қызық емес. Мына жер толып тұр ғой. Әрдайым осылай. Адамдар видео алғанын ұнатады және оған көп ақша жұмсайды. Әсіресе жаңа жылда. Бүгін нешеде жабыласыңдар? 9-да жабыламыз. Әдеттегіден ерте, себебі бүгін біз кино қараймыз, билейміз және попкорн жейміз. Яғни клиенттерге қызмет етуді үйренеміз және мына жерді жинаймыз. Мына жерде күзетші бар ма? Жоқ, тек біз қонжықтар. Бірақ мына бицепстерге қараңыз. Жақында трицепс те болады. Жаңа жылыңызбен. Кешіріңдер, Гроу жаңа жылды қалай ұрлады, бар ма? Жолың болды. Достар, мен кеттім. Міне кілттер. Дисктерді құптаңдар, жарай ма? Әрине. Жәнеттіні бой фильм көріп отырмаңдар. Жақсы. Бұның бәрін қоқыстан таптық. Менде велосипед болса екен. Хот-дог! Әке, сен маған жаңа жылға қуыршақ аламын деп айтқансың. Есіңде ме? Қуыршақтауым керек. Ха-ха-ха, дәмдісін ай. Жаңа жылыңмен. Көп рахмет, Скрудж мырза. Аға, өзгеріп кетіпсіз ғой. Шынымен де балам, жаңа жылдың шын мәнін тапқандықтан шығар. Мен әлемнің қатал, тіпті қатыгез болатын білем. Бірақ жаңа жылда біз барынша жақсарып, жомарт, мейірімді болып, туысқан достарымызға, тіпті бейтаныс адамдарға жақынырақ сезінеміз. Жаңа жылдың... Бұл не дыбыс? Білмеймін, қорқынышты.